Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін Нағыз Атажұрт офисына Қаматан Тоқтамұратқызы келіп отыр. Бұл кісінің іздегені ұлы. Ұлыңыздың аты Қарапан Асиолла, е? Қарапан Асиолла осы мынау жігіт екен. Бұл жігіт мұғалім, және де ақын, композитор болған. Енді өзіңіз дұрыстап жақсылап айтып беріңізші. Қашан ұсталды, не болып кетті? Мен осы арыздан келу себебім, осы балам туралы келіп отырмын. Мен Қазақстан азаматымын. Мен Ақмола облысы Селенград ауданы Қоянды ауылы 2-ші микрорайон 9-ші үйде тұрамын. Қазақстан азаматымын. Қаматан Тоқтамұрат, фамилиям Тоқтамұрат, атым Қаматан. Менің балам мұғалім болған Қытайда. Санжы облысы 2-ші орта мектептің мұғалімі болатын. Содан сол мұғалімді қызметін істеп жүрген, жақсы оқытушы болған, жақсы қызмет істеп жүрген бала. Бұл бала 18-ші жылы 9-ші айда Ішкертінге Чинжан класс деген класты бастап барған. Сол жақта 3 жыл тұрып, осы 2021-дің 6-ші айында келген ғой, 6-ші айдың 13-шінде келген. Содан келгеннен кейін 1 айға төшпайтын уақыт ішінде сол профессордың адамдары келіп алып кетіпті, сенен сұрайтын нәрсе бар деп. Сол беті әлі күні бүгін жоқ, 10 ай болды. Содан сол баламды отбасына тезірек қайтып келуіне тілеп осы Атажұртқа арызданып келіп отырмын. Бұл балам әкесі қайтыс болғанда 1,5 жаста қалған бала болатын. Әкесі жоқ. Сол баламды, сол 1,5 жаста қалған баламды жетектеп жүріп, ер жеткізіп, оқытып, жоғары мектептен Бейжіңнен оқып келген. Бейжіңнен 5 жыл оқып кеп, сол облыстық 2-ші орта мектепке әдебиет мұғалімі болған. 18-де бұл бала жауапты болған классынан көп баладар жоғары мектепке кетті, университетке кетті. Көп бала кетті алдынан. Жақсы қызмет істеген. Сондай бала болатын. Композитор, әнші, ақындығы да бар. 30-қанша әннің неменесі, ән шығарған, 30-қанша әнге ән жазған бала. Сондай білімі жоғары, сондай бала болатын. Өкіметке бір тал қарсылық істеген жоқ. Сонда сіздің ойыңызша не үшін ұстап отыр бұл? Бұл баланы енді не үшін ұстап отырғанын енді біз де жақсы түсінбейміз, бірақ та айтып бүйтіп естісек, бұл Қазақстанмен байланысы бар. Қазақстанға көп хабарласқан деген сияқты. Сен оқушыңды Қазақстанға бар деп үгіттедің бе деген сөз естідім мен. Бірақ ол жақтағы менің баладарым ештеме айтып бере алмайды, олар айтпайды. Біз енді айтып бүйтіп айтып. Қазір қайсы түрмеде екенін білесіздер ме? Түрме болғанда айтып, бір Чылыңияу деген жерде, бір жерде екен сол дейді деп естідім мен. Артынан Чылыңияу деген Санжының ішінде бір Чылыңияу деген жер бар. Санжының ішінде сол жерде екен деп айтты деп естідік енді оны. Сонда 10 ай болды. О жақтағы баладарымда көрген жоқ, басқа баладарым. Мен енді 6 балам болған ғой, соның барлығы со жақтан өзімді қолымда бір ғана балам келген, 2-ші балам. Одан басқасы со жақта 3
қыз, 2 ұл сол жақта, сол ұлдың біреуі мынау ғой, кішісі. Одар қада көрсеткен жоқ, одар да көрген жоқ. Білмейді одардан біз сұрамаймыз әмбесін де. Одар айта алмайды, сұрамаймыз. Сол бұның келіншегіне де мен сөйлеспеймін, хабарласпаймын. О да мұғалім, ол 4-ші орта мектептің мұғалімі. Облыстық. Сонда ол мұғалім болғаннан кейін оғанда бір біздің кесіріміз тиіп қала ма деп сөйлеспейміз оғанда. Соныменен бұл баламды тезірек енді отбасына оралуын тілеп, осы ата жұртқа арыз қылып кеп отырмын ғой енді. Менің негізгі жұмысым сол, мен өзім Астанада тұрам, мен жерде сол осындай бір ата жұрттың жиналысы бар екен дегеннен кейін соны бола. Сол жанұшырып осы балам үшін келдім. Мен өзім жасым 67-де, менің жаңғыз жүруім де қиын, денсаулығым да аз, өзім жүрек ауруымын. Жүрегімнен операция жасаған доктор. Сонда өлі маған жолда бір жолдас болған кемпірдер айтты, сен қалай жаңғыз жүресің? 67-ге кеп тұр. Бізді немереміз ертіп жүр дейді. Мен немерем оқып жатыр, қолындағы балам жұмыс істеп жатыр. Соның кейін мен жаңғыз келдім, енді пойызға кеп шығарып жерді балам. Соны мен жаңғыз келдім, міне жерден соңына қайнымыздың үйі бар, солардың бала-шағаларын тосып алып соныменен келдім. Сол балам үшін жан ұшырып кеп отырмын енді мүтіл Астанадан. Иә. Демек 10 айдан бері белгісіз жерде отыр екен ғой, иә? 10 айдан бері енді қайда ол ана шілде 2021 жылдың шілдесінде алып кеткен, иә? Сол 7-ші айдың енді шілде дейміз ғой. Соның енді айдың 9, 8, 9, 10 сол 3 күннің бірінде әкетіпті. Бұл немене әкеткеннен кейін біз телефон хабарласпай қалды. Бір күні бір сөйлеп қойсам, бұл бала қайтармайды. Соның кейін бұған не болды деп, сонан бір бала біреуінен сұрап ем, одарды бір мектептер шақырып, немене тексертіп жатыр екен, сынау тексертіп деді. Содан онда телефон неге қайтармайды? Телефондарыңды ұстама депті. Қызмет істеп жатқанда деп. Одан кейін бір қанша уақыт өткеннен кейін, ай сендер бірдемені жасырып отырған шығарсыңдар. Телефон неге ұстамайды? Қызмет істеген қыз телефон ұстап тұрады ғой деп сөйтіп ем. Жоқ, ата-әке, сіз қате ойламаңыз деп қойды біреу. Сізден жасырып тұр ғой? Менен жасырып тұр, мен жүрек ауру, мен өліп қалады деп отырмын баяғы. Сол сөйтіп сонан енді кеп қалатын шығар, бұл бала не істеп жерді? Бұл өкіметке жақсы қызмет істеп жүрген бала болса. Сіз енді көп жерлерге осы балаңыз туралы сұхбат бердіңіз, Біріккен ұлттар ұйымына көмек сұрап жатырсыз, иә? Енді сол бір пайдасы тиіп, осы қарапаны тезірек бостандыққа шығаруына бізде тілектеспіз, ниеттеспіз. Бәлкім осындай тез сөйлеп, айтып, іздеп тұрсаңыздар бір жақсы нәтижесі шығады деп ойлаймын, апа. Сабыр етіңіз, өзіңізді жақсылап қараңыз, өйткені балаңыз сізді де іздеп қалмасын, шығып жатқан күні. Енді сіздің айтқаныңызды мен қазір ағылшын тілінде айтып қояйын, иә? Басқалар еститіндей болсын. Тағы айтатын неңіз бар ма? Сонда ол енді әкесі өліп қалғанда 1 жаста қалған бала, енді былайша айтқанда. Ол енді әкесін де білмейді. Енді мен өзім бағып бер жеткізді. Енді сағынып балам ауырып жатып та қалдым жаздай. Енді үйдегі балаларда тәте жылама, ол келсе сен көзіңді көрмей қалады, кешке шейін жылай бер деп олар ақыл айтады. Бірақ ақыл айтса да менің жүрегім баяғы. Әрине оңай емес қой. Оңай ма? Менің кенже балам. Ол әкенің мейірін көрген жоқ. Енді әбден бағып ер жеткізген, мына күнге жеткізген. Ешбір қылмысы жоқ, ұстап қылмысы жоқ мұның.
жазықсыздан жазықсыз қамап тастаса ішің езілмей қайтып тұрады. Әрине. Соны мен осы көп күндерімді өткіздім ғой, жылаумен. Алла жеңілдігін берсін апа. Енді жыламаңыз, өзіңізді өзіңіз жақсылап қараңыз апа. Okay, so ladies and gentlemen, today, the 13th of May 2022, we are in the office of Human Rights Organizations of non-registered organization of Nadez Atajurt, and we are having today Kamatan Toktamurat. She is a resident of the Republic of Kazakhstan. Her ITN 550817000105, and her address is House 9, Microdistrict 2, Atakone Street, village of Koyandy, Tselinograd District, Akmala region. Her phone number is +7 778 6028 664. And Kamatan Toktamurat is filing a complaint because of her son Garapan Nasiullah, who was born on the 27th of November 1986. And Garapan Nasiullah was detained by the Chinese authorities. He is a resident of Sanjia City, Sanjia region, Xinjiang. His whereabouts is unclear. Maybe he is in the area of Чилингуа дедіңіз ба? Қандай еді? Немене? Аудар? Тұрған қазіргі қамалып тұрған жердің аты. Чилингяо. In the area of Чилингяо. And he was detained in July 2021, but he didn't commit any crime. He is well-educated person, graduated from the Beijing University, and he is a teacher of literature. As well, he is a composer and a poet. Nobody knows about the reason of his detention. Now he is in the prison about 4 months. He is one of the most outstanding persons of Kazakhs in his area. Neither relatives in Kazakhstan nor in Xinjiang know about his location and what has happening with them since then. Therefore, his mother, Kamatan Toktamurat, demands from the Chinese authorities to let her know about her son, give any information about him, and restore his basic human rights. And he is not a criminal. He has just been working for years at school, teaching children. He has never committed any crime or violate the Chinese law. And she should say that her son must be released from the jail and not be suppressed. As well, Garapan's wife is a teacher too, but she can't get in touch with her mother-in-law. Kamatan Toktamurat asks all human rights organizations and the Committee of UN to help Garapan Nasiullah in releasing from the jail and restore his human rights and reunite with his family as soon as possible. Thanks for attention.